Сәлеметсіздер ме оқырмандар, 6 сынып қазақ тілі пәнінен 1-90 бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. Тыңдалым мен айтылым. 1 тапсырма. Мәтінді оқып шығыңыз. Мәтіннің негізгі ойын анықтап, өз сөзіңізде қолданыңыз. Көтерілген мәселені анықтап, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырыңыз. Өз көзқарасыңызды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып дәлелдеңіз. 2. Өз жұбыңызды мұқият тыңдаңыз, оның мәтіні бойынша маңызды деп санайтын 2 сұрақ қойыңыз. Оның мәтінінің басты идеясын анықтауға белсенді қатысып, пікіріңізді білдіріңіз. Сөз және сөйлем ішінде екпін түрлерін қолданыңыз. 1 мәтін. 1 орында Кіші Швейцария бурабай. Ол республикадағы ең танымал туристік бағыт саналады. Бұл жердің әсем табиғаты, көптеген қонақ үйлер, шипажайлары мен дамыған инфрақұрылымы демалушыларға ұмытылмас әсер сыйлайды. Сондықтан бұл жер халық арасында 2 Швейцария деп аталып кеткен. Бұл жерде демалып қана қоймай, ем қабылдауға да бар жағдай жасалған. Бурабайда демалып үлгерсеңіз, онда Ұлы Жібек жолы бойымен экскурсиялық саяхатқа аттануға болады. Бұл бағыт ең танымал және тарихи маңызды орындар арқылы өтеді. Жол бойында қазақ халқының бірегей сәулет және археологиялық ескерткіштері, атап айтсақ Айша бибі, Баба Жахатын, Қарахан кесенелері орналасқан. Осы жерлерден ерекше рухани күш алуға болады. Халқымыздың пейілі сияқты кең, көңілі сияқты дархан даламызда жабайы табиғатпен қауышып, рухани азық алып, жері, суы мен ауасының шипасын көруге мүмкіндік бар. Мәтіндегі негізгі ой: бурабай Қазақстандағы ең танымал туристік бағыт. Ол жерде демалып қана қоймай, ем қабылдауға да болады. Сондай-ақ жол бойында қазақ халқының сәулет және археологиялық ескерткіштерімен танысып, рухани күш алуға да мүмкіндігі бар. Расында бурабай керемет демалыс орны. Онда барғандардың айтуынша, ол жердің әсем табиғаты мен таза ауасы адам жанын рахатқа бөлейтін көрінеді. Айша бибі секілді кесенелеріне зиярат ету адам жүрегіне тыныштық сыйлаймыз. 2 мәтін. Шарын шатқалының тарихы бұдан 300 миллион жыл бұрынғы геологиялық замандардан сыр шертеді. Мұнда көне замандардан сақталған сан алуан пішінді түрлі түсті жартасты қамалдарды көз алдыңызға келіп қойғандай көрікті көріністерді елестетеді. Дүние жүзінде дәл сондай көріністер тек Солтүстік Американың Колорадо штатындағы үлкен шатқал алқабынан ғана кездестіруге болады. Жер бедерінің мұндай көрініске ұшырауы бұдан 12 миллион жыл бұрынғы жел мен су эрозиясының және мұздану дәуіріндегі табиғат құбылыстардың әсер ету ықпалынан пайда болғандығы байқалады. Шарын шатқалы Алматы қаласынан 193 шақырым қашықтықтағы, Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Райымбек және Ұйғыр аудандарының аумағындағы Шарын өзенінің аңғарын бойлай оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай 154 шақырымдық алқапқа созылып жатыр. Шатқалдағы түрлі пішіндегі жартасты қамалдардың өзен арнасынан биіктігі 150-300 метрге жетеді. Ал өзен аңғарынан ені 20-80 метрдей болып келеді. Шарын өзені Теріскей және Күнгей тауларынан басталып Іле өзеніне құяды. Оның ұзындығы 427 шақырым. Мәтіндегі негізгі ой: Шарын шатқалының тарихы бұдан 300 миллион жыл бұрын заманнан сыр шертетіндігі, ондағы көне заманнан қалған жартасты қамалдар бұдан 12 миллион жыл бұрынғы жел мен су эрозиясы мен мұздану дәуіріндегі табиғат құбылыстарының ықпалы. Қазіргі таңда Шарын өзенінің барлық нысандары Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына кіреді. Менің ойымша, мұндай тарихи ескерткіштер өткен өмірімізден сыр шертетін құнды мұра болып табылады. Тыңдалым мен айтылым. Тапсырма. Мәтінді оқып шығыңыз. Мәтіннің негізгі ойын анықтап, өз сөзіңізде қолданыңыз. Көтерілген мәселені анықтап, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырыңыз. Өз көзқарасыңызды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып дәлелдеңіз. 2. Өз жұбыңызды мұқият тыңдаңыз, оның мәтіні бойынша маңыз деп санайтын 2 сұрақ қойыңыз. Оның мәтінінің басты идеясын анықтауға белсенді қатысып, пікіріңізді білдіріңіз. Сөз және сөйлем ішінде екпін түрлерін қолданыңыз. 1 мәтін. 7 кереметтің ең ежелгісі де әрі біздің бүгінгі дәуірімізге жеткені де осы Мысыр пирамидалары. Пирамидалар Нілдің солтүстік батыс жағалауындағы сансыз қабірлер мен ғибадатханалар тұрғызылған өлілер қаласының үстіне салынды. Пирамидалардың ең көнесі 5000 жыл бұрын тұрғызылған Джосер пирамидасы. Сәулетшісі ежелгі Египетте дәрігерлік, философиялық және ғылыми еңбектерімен танылған Имхотеп атты шебер еді. Джосер пирамидасы көп сатылы құрылыс. Сансыз басқыштар арқылы аспанға өрлей береді.
Мұның идеясы перғауындардың жердегі қарапайым халықтан биік құдіретті екенін бар әлемге паш ету еді. Қаншама қажырлы еңбек пен адам өмірі жұмсалған бұл құрылыс Хеопс, Хефрен және Микрен пирамидаларымен жалғасын тапты. Көлемі жағынан ең үлкен пирамида Хеопс пирамидасы. Бүкіл жиған тергенін көзінің тірісінде Хеопс перғауын 20 жыл ішінде осы пирамиданы салдырды. Биіктігі 147 метр, әр қырының ұзындығы 232 метр. Бұл құрылысқа 2,5-3 тонналық 2.300.000 тас блоктары қолданылды. Мәтіндегі негізгі жеті кереметтің ең ежелгісі әрі біздің дәуірімізге жеткені Мысыр пирамидалары. Ең көне Джосер пирамидасы. Бұл пирамидаларды салу атаққұмарлық секілді. Себебі идеясының өзі перғауындардың жер бетіндегі басқа халықтардан биік екенін әлемге паш ету болды. Меніңше бұл дұрыс емес. Өзгелерден өзін артық санау бұл менмендік. Атақ-даңқ үшін өмір бойы жиған тергенін осындай істерге арнағанша елге пайдалы іске жұмсаса болар еді. Десек те, бұл пирамидаларды салу өте үлкен шеберлікті, қажырлы еңбекті талап еткенін айта кеткен жөн. Екінші мәтін. Кіші Азиядағы шағын қалалардың бірі Галикарнастың әкімі патша Карим Афзал біздің заманымызға дейінгі 351 жылы дүние салды. Патша мұрагерлері жер-жерлерден әйгілі құрылысшы қолөнершілерді шақыртып, патшаның зиратын тұрғызады. Кесене салу ісіне шығыстың құрылыс стилі мен гректің ионикалық стилі байланыстырылған. Кесене 2 қабаттан тұрады. Биіктігі 40-45 метр. Ол тек биіктігімен емес, грек еліне белгілі Скопас, Леохар, Бриансит, Тимофей секілді әйгілі мүсіншілердің қолынан шыққан әр алуан мүсіндер арқылы көркемделуімен де ерекшеленеді. Мавзолей шамамен алғанда 1800 жыл сақталып келді. Ағылшын археологы Ньютонның айтуынша 15 ғасырда крестшілер мавзолейді бұзып, оның құрылыс материалдарын Эгей теңізінде қасиетті Петр сарайын салуға пайдаланған. Мавзол патша мен оның әйел Артемисаның табыттары, мүсіндері және басқа дүниелері қазір Лондондағы Британ мұражайы мен Стамбулдың археологиялық мұражайында сақтаулы. Мәтіндегі негізгі ой, Мавзол патшаның мұрагерлері патшаның зиратын ерекше етіп салдырады. Ондағы ойы, олар өмірден өткен соң да ел мүсіндеріне қарап, оларды еске алып отырсын деген болса керек. Дегенмен кейін ол мавзолей бұзылды. Мұрагерлерінің бұл әрекеті атаққұмарлық деп ойлаймын. Егер патша елге қамқор болып шынымен халқына адал қызмет етсе, жұрт онсыз да мәңгі есінде сақтар еді. Оқылым. Тапсырма. Мәтінді оқып, төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Отбасы отанымыздың ошағы. Қазақ отбасында баланың ерте есеюіне көп көңіл бөлген. Баланы ерте жастан-ақ жауапты іс-әрекетке тартып отырған. Мысалы, 5 жасында атқа мінгізіп бәйгеге қосу, қозы баққызу, үлкендердің арасындағы дауды шешу, келіссөз жүргізу, тағы сондай істерге бірге ертіп жүрген. Сондай-ақ қазақ отбасындағы бала тәрбиесін ұл тәрбиесі, қыз тәрбиесі деп жеке-жеке мән беріп қарастыруда. Оның өзіндік ерекшеліктерінің ішіндегі маңыздысының бірі. Үлкенді құрметтеу, отбасы мүшелерінің бір-бірінің тәрбиесіне жауапкершілік, борыштылық, адамгершілік сезімдерін туғызған. Қазақ отбасындағы арнайы жазылып бекітілмеген заңдары әке мен ұлдың, шеше мен қыз баланың, әке мен қыздың, қыз бен жеңгенің, келін мен ененің, келін мен атаның, нағашы мен жиеннің, бажа жезде бөлелердің арасындағы өзара қарым-қатынастары әрқайсысын әдептілікке тәрбиелеудің ерекше қымбат үлгісі іспетті. Егер жапон халқы басқалар үшін тұйық халық болса, онда ағылшын халқы басқаларды қойып, өз ішінде тұйық халық. Олардың отбасындағы әр адам жеке өмірінің құпия болғанын қалайды. Бір сөзбен айтсақ, ағылшындықтардың жаны өз үйінен де жақын, яғни берік қамалмен тең. Басқа халықтар үшін жанұя қиыншылық пен қуанышты бірге бөлісетін ең басты байлық болса, ағылшын халқы қиыншылық кезінде жақындарынан көмек күте қоймайды. Тіпті жақындарына көмек көрсетуді де өз жауапкершіліктеріне алмайды. Мәтінде неше елдің тәрбиесі туралы мәлімет бар, яғни 3 елдің, мұнда қазақ халқының, жапондықтардың және ағылшындықтардың тәрбиесі туралы айтылған. Екінші, мәтін мазмұнына қатысты мақал-мәтел табыңыз. Мәтін мазмұнына қатысты мақал-мәтел: ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Берілген сөздердің синонимін мәтіннен тауып жазыңыз. Жанұя, отбасы, жанжал, дау, өзгешелік, ерекшелік, тумалар, жақындары. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты
ажыратыңыз. Негізгі ақпараттар. Қазақ отбасында баланың ерте есеюіне көп көңіл бөлген, баланы ерте жастан ақ жауапты іс-әрекетке тартып отырған. Үшінші, жапон халқы басқалар үшін тұйық халық болса, ал ағылшында өз ішінде тұйық халық. Қосымша ақпарат. Мысалы, 5 жасында атқа мінгізіп бәйгеге қосу, қозы баққызу, үлкендер арасындағы дауды шешкізу, тағы басқа. Үлкенді құрметтеу отбасы мүшелерінің бір-бірінің тәрбиесіне жауапкершілік сезімдерін туғызған. Басқа халықтар қиындық кезінде жанұясымен бөліссе, ал ағылшын халқы жақындарынан көмек күте қоймайды. Бесінші, мәтінге қатысты ой тұжырымыңызды 3-4 сөйлеммен жазыңыз. Мен ата-бабамыздың отбасылық тәрбиесіне ризамын. Бала бәрін үлкендерден үйренеді. Бала тәрбиесіне мән беріп, үлкенді құрметтеуге, кішіге ізет көрсетуге үйреткен бабаларымыздың пайым парасатының жоғары болғандығын көрсетеді. Отбасы мүшелері қиын күндерде бір-біріне қолдау көрсеткені де жанашырлық танытпай ма? Бұл өте керемет құндылық дер едім. Ал ағылшындар мен жапондықтардың тұйықтығы дұрыс емес деп ойлаймын. Меніңше олар үшін жақын адам мен жат адам бірдей секілді. Жазылым. Төменде берілген 2 тақырыптың бірін таңдап жазба жұмысын орындаңыз. Жазылым жұмысында тақырыптан ауытқымай абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көркемдегіш құралдарды орынды қолданып, тақырып бойынша жеке сөздер бірге бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазыңыз. Қазақстанның кез келген көрікті жерін шетелдік досыңызға суреттеп бергеніңізді жазыңыз. Сіздің ойыңызша бақытты отбасы қандай болу керек деп ойлайсыз? Ойыңызды өрбітіп, аталған тақырыпқа эссе жазыңыз. Жазылым жауаптары. Бірінші, Қазақстанның көрікті жерлері. Бурабай Қазақстанның Шығыс Қазақстан облысының Таулы ауданында орналасқан табиғи сұлулықтың жемісі. Ақтөбе облысынан жақын орналасқан Бурабай күзгі және жазғы демалысқа ең тартымды жерлердің бірі. Бурабай көлі маңызды табиғи ерекшелік. Көлдің мөлшері қыста мен жазда айтарлықтай өзгереді. Жайында көлдің ашық көгілдір сулары, айналадағы таулардың арасындағы қызыл-сары түстер тамаша әсер етеді. Жаз айында айналадағы таулар Бурабайдың тартымдылығының негізі. Жасыл шөптермен, ағаштармен безенген беткейлер, таудың мұнара тәрізді шыңдары тамаша көріністерді ұсынады. Бурабай көлінің жағасындағы жағажайлар, демалу үшін жайлы жерлер. Бурабайдың ең басты сипаты оның әдемі табиғаты мен тыныштығы. Көл жағасындағы серуендер, ауаның тазалығы, тыныштық жергілікті жұртты таң қалдырып жаттықтырады. Қорытындылай келе, Бурабай табиғи сұлулықты, спорттық белсенділікті және демалысқа үйлестіретін тамаша жер. Бурабай көліндегі серуендер есте қалатын тәжірибе. Жазылым жауаптары. 2. Бақытты отбасы қандай болу керек? Эссе. Бақытты отбасы бұл тек сөз емес. Бұл жайлылық пен махаббатқа толы, ортақ мақсаттармен және бір-бірін құрметтейтін адамдардың қарым-қатынасы. Бақытты отбасын анықтайтын нақты анықтама жоқ, бірақ оның негізінде жатқан кейбір маңызды факторлар бар. Біріншіден, бақытты отбасыда қарым-қатынас және бір-бірін түсіну өте маңызды. Отбасы мүшелері бір-бірінің сезімдерін, ойларын, қиындықтарын түсінуге тырысуы тиіс. Бұл ашық әңгімелесу, тыңдау және сындарды құрметпен қабылдауды қажет етеді. Мұнда сенім мен адалдықтың, бір-біріне деген шынайы қызығушылықтың маңызы зор. Екіншіден, бақытты отбасыда әр мүшенің өз орны мен міндеттері болады. Ата-аналар балаларына қолдау көрсетуі тиіс, бірақ балалардың өз тәжірибелерін бастан өткеріп, өз шешімдерін қабылдауға мүмкіндік беруі маңызды. Отбасы мүшелерінің өздерінің жетістіктерін бағалай білуі, бір-біріне сенім артуы маңызды. Үшіншіден, бақытты отбасы әр мүшенің бір-бірін құрметтеуіне негізделген. Отбасында бір-біріне қатысты жақсы қарым-қатынас пен құрмет болмаса, бақыт болмайды. Қателіктерді кешіру, бір-бірін сыйлау және олардың жеке араласуын қолдау керек. Сонымен бақытты отбасы бұл әрбір мүшенің ерекшелігін құрметтейтін, бір-бірін сүйетін, тығыз байланысқан, ортақ мақсаттарға ұмтылатын және әр мүшенің өз орнын жақсы түсінетін адамдардан тұратын орта. Мұндай қарым-қатынас отбасының бақытының негізі. Ең бастысы, бақытты отбасы бұл бір-біріне деген нағыз сүйіспеншілік пен құрметтің негізінде құрылған орта.